Менің есімім Ділман Нұржанболат Қадырбайұлы. Туып өскен жерім Қызылорда облысы, Шиелі ауданы Досболдатқа ауылына дүниеге келгенмін. Мамандығым ағаш ұстасы. Біздің отбасымызда 3 қыз, 3 ұлмыз. Мен 4-шімін. Бұл өнер жолын таңдағанымыз біздің осы әулетіміз, тұқымымыз, аталарымыздан келатқан осы ұсталық, соны таңдаған себебіміз. Енді ағаларымызға қарап өсіп, осы өнер жолын таңдадым. 2004 жылы әскерден келіп, Алматы қаласына келдім. Ұстазымыз Мейірбек Бақытжан ағаларымыздың қарамағына барып, өнерімді ары қарай дамыту үшін сол ағаларымыздың бірге көрмеге шықтық, сөйтіп ары қарай өнер жолын танытып келе жатқан жайымыз бар. 2008 жылы үкілі домбыра деген байқауға қатыстық. Астанаға келіп, oradan дипломат атандып, 2016-да аңыз домбыра болды Алматыда, Ықылас атындағы музейдің ішінде. Одан кейін үкілі домбыра Атырауда болды. Шеберлердің арасында жарыс болды. Одан 2-ші орын алдым. Солай өз жұмысымызды ары қарай дамытып келе жатырық. Көзге көрініп. Мынау өнерде жүріп жеткен жетістіктерге өзім анам қуанып, мақтанып жүреді ауылды. Өзім, мысалы, құрдастардың арасында, сосын мына дос-жарандарым, ағайын туыстарымды мысалы көрсе қуанып жатады осы. Ой, мына балам телевизорда жүр екен ғой деп. Бұл енді өнер жолы деген инемен құдық қазғандай. Өте ауыр. Бұған тек адамның шыдамдылығы жетсе ғана істей алады деп ойлаймын. Соған шыдап, осыны көріп келе жатқанымызға қазір 18 жыл болды. Біз мына шетелдерге барған кезде, осы мұражайлар дейміз, мұражайлардың ішіне кіріп, сол ескі біздің қазақтың ұлт аспаптарын көрген кезде жаңадан идея туылады. Жаңа бұны басқалай жасаса қалай болады екен деп. Соны түнмен ойланып, соны ертеңге бір бастауға шабытың ашылып тұрады өзі. Енді біздің көрмеге шығып өзім істеген затымызды халыққа көрсету ғой біздің. Көрсеткенде бізге мынау біздің заттарымызға сол қызығушылықпен бізге алғыс хаттар беріп жатады. Бәр адамда қиыншылық болады. Менде де бұл енді қиыншылық болды. Бұл жолда басында тастап қайттан айналып келдік. Өйткені бұл бәрі қаның жібермейді екен. Басқа жұмыс істегенмен ол жұмысқа көңілің толмай, мұны қайттан өз жұмысыңа, өмірің соған арналып тұрғаннан кейін соны ары қарай алып кетуге тура келді. Сөйтіп осы жұмысты ары қарай жалғастырып келе жатқан жайым бар. Енді мысалы 10 адам істеген домбырасы бірдей болып шықпайды ғой. Әр адамдікі әртүрлі. 10 адамның әр ой енді жүйрік қой ойлар, әркімнің ойы жүйрік болғаннан кейін, ол 10 адамның бірдей домбыра шығады деп айта алмаймын. 10 түрлі болады. Оның ішінде жақсысы болады, жаманы болады. Оны тек бізге айтатын халық. Домбыраны жақсы шығу үшін, мысалы енді адамның көңілі шын беріліп жасаса, затқа кіріп кетсе, домбыра жақсы шығады. Адал бол дейді, адал шын көңілмен жаса. Адал болсаң, нан тәтті дейді адалдың. Енді мына алғысымызды анам айтам. Осы өмірге алып келіп, осындай білген заттарын үйретіп, мысалы әкем екеуі, әкем өмірде өтіп кетті, 1 жыл болды қазір. Енді қазір анам ғой, анама алғысым шексіз. Осындай күнге жеткізіп, бізді өсірген Аллаға мың-да-мың рахмет айтамын. Менің отбасым, енді жолдасым, 4 балам бар, 2 қыз, 2 ұл. Және де мынау менің жолдасым, менің қасым көмекшім деп айтсам болады. Мынау домбыраның бетіне эскизден сызған кезде, сол жолдасым өз эскизде сызып, сол арқылы екеуміз бірігіп жұмыс істеп жатқан жайымыз бар. Оған сол жолдасыма да алғыс айтамын. Сөз соңында айтар болсақ, Қадыр Мырзалиев атамыз айтпақшы, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Сондықтан біз домбырамызды құрметтейік. Бұл біздің құндылығымыз, бұл біздің тарихымыз.